Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін бізде Quizzes.com платформасын орыс тілі сабағында қолдануды үйренеміз. Бірінші ең алдымен осыны Quizzes.com деп Google-ға жазып, осы ссылкаға кіреміз. Бұдан кейін бізде бұл жерде регистрациядан өтеміз. Мына мен өзімнің кез келген электронды почта бойынша тіркеліп жатырмын. Мінекейіңіз, мына жерде подтвердитті басамыз. Осыдан кейін бізде сайтқа кіріледі. Кірмес бұрын сіздерге алдарыңыздан шығады. Мысалға, сіз мұғалімсіз бе, әлде оқушы, студент ретінде, мысалға, какой у тебя основная роль деп мына жерде бізде сұрап тұр. Мен өзім мұғалім ретінде кірдім. Енді осы жерге қарасаңыздар, мына жерде искать любую тему деп тұр. Осының үстін басасыздар да, сізге қандай тема керек орыс тілде? Мысалға, мен бұл жерде маған керек тема грамматикалық глаголы деп жаздым. Мінекейіңіз жазып жатырмын. И бізге кез келген уже дайын материалдарды сабаққа керек шығарып береді. Мысалға, дайын презентациялар тұр. Мінекейіңіз көріп тұрсыздар ғой. Жасалған бәрі дайын. Үшін қарап отырсақ, әртүрлі мінекейіңіз. Жақсы фото суреттермен, даже жақсы түсіндірілген барлық материалдар дайын тұр. Егер де сізге бұл материалдар ұнамай, есе бір жерін өзгертіп, редактирование жасау керек болса да, ол үшін де бұл жерде жағдай жасалған. Оны қазір әрі қарай көрсете жатармын сіздерге. Мына жерде тіпті арасына осындай тесттер қоссаңыз болады. Опросниктер. Енді бұл опросниктер ұнамаса, алып тастасаңыз да болады. Мінекейіңіз, міне. Көп мына жерде тұр. Өте түсінікті тілмен жасалған балаларға қойылып жатыр. Вот. Мен мысалға редактирование жасайын деп жатырмын. Керек емес, мысалға, маған мына сөз ұнамайды. Мен фотоны алып тастағым келеді. Я үлкейткім келеді. Мінекей. Алып тастадым. Мына суретті үлкейтем, кішірейтем. Сіздерге қалай ыңғайлы, содан өзгертіп кішірейте бересіздер. Міне мына жерде дәл солай. Редактировать етіп жатырмын. Фотоны мүлде алып тастасам да болады, үлкейтіп қойсам да болады. Міне мына жерде сұрақтар тіпті. Сұрақтардың жауабын көре аласыз, өзіңіз сұрақтың орындарын ауыстырсаңыз болады мына жерде. Я болмаса мына жерде бізде 3 вариант болып тұр. 4-ші вариантты қосып қойсаңыз болады. Мінекей. Өте көп. Әртүрлі қолдануға болатын. Бұл жерде презентациядан бөлек дайын карточкалар бар, орыс тілі сабағына болсын, ағылшын сабағына болсын. Мен әрі қарай шығып жатырмын. Қазір тағы да қандай дайын материалдар бар. Интерактивный видео көрсетсеңіздер де болады. Балдарға көріп тұрсыздар ғой, мысалға. Мен жаздым, менің темам глагол болғандықтан, глаголға дайын, интерактивный, дайын сабақтар бар мына жерде. Балаларға түсінікті тілмен көрсетуге болады, иә? Мысалға, бізде қазір сол кезде осы дайын материалдарды скачать етіп, балдарға жіберсеңіздер тіпті оңай, жақсы. Играть. Гулять. Тіпті мына жерде де қараңыздар, мына карточкалар тұр дайын-дайын. Глаголға байланысты. Мен бұл жерде даже бізде өткізуге болады, викторина өткізуге болады орыс тілі сабағынан. Мінекей. Ол үшін предварительный просмотр мені көріп, өзім өтіп алсам да болады. Я болмаса сразу бұл жерде де кез келген материалды редактировать ете бересіз, сұрақты қосып, алып, өзіңізге қарай ыңғайлы қылып.
болыпты. Бұл жерде өзіңізге қараңыз, настройт етіп ала бересіз. Мында жүріп жатыр. Вот, мен өзіме сохранить етіп алып, бұны классқа ссылкасын жіберсем де болады. Егер де сіздерге бұл материал ұнамаса, өздеріңіз басынан бастап жаңадан тесттер құрау, презентация құрау, интерактивный видеоны загружать етсеңіздер де болады. Мінекей, мысалы, загрузить устройство или импорт диска жасай бересіздер. Сіздерге пайдалы ақпарат болды деген ойдамын. Жақсы болыңыздар.